ызгары шешілмеген жұмбақтай ғой бізге әлі қыз жібектей жаны сұлу тым нәзік шіркін қандай қазағымның қыздары қыздар сұлу қыздар неткен ғажап сұлусыңдар дархан Қыз Жібек пен Баян, аңыз аналар Айша Бегім мен Абақ, Абайды туған Ұлжан, ел билеген айғаны маналардың сіңлілері, ардақты арулар, өздеріңізге арналған арулар, оқушылар, ата-аналар. Жақсылықтың нышанындай, жаның сүйген адамның жып-жылы құшағындай, саф алтындай тазалығы мен сұлулығын беретін, жайма шуақ сәулелерін төгетін, көңілдерге қуаныштар егетін, әсем қыздарымыздың мінезіндей құлпырған көгілдір көктем мерекесінде сіздерге бақыт болып табылатын біздің аналарымыз, ұстаздарымыз, әпкелеріміз бен сыныптағы қыздарымызға жарқын күн мен жақсылық тілейтін күн. Congratulations on International Women's Day. We wish that life give us many happy moments and joyful minutes. We wish you only happy moments and your work brings only pleasure and positive emotions. In today's spring, people say happy and pleasant. И в первую очередь хотелось бы выразить свою признательность, любовь и уважение за ваш нелегкий труд, за то, что вы даете не только образование нашим детям, но и дарите себя полностью, учите взаимопониманию, уважению, вы учите открытости и честности. То есть вы даете не только знания детей. И вот в преддверии 8 марта, Международного женского дня, хочу вам пожелать вдохновения. Я хочу пожелать вам, чтобы вы смогли также дарить свое добро, тепло, и чтобы вы могли всегда гордиться своими учениками. Шалқып келгенде шарықтап самғап қалайын, жырыңнан тізіп ақ моншақ, мойыңа алқа тағайын, өлеңнен соғып ән мүсін, тойыңа шашу шашайын. Асылым, анам, сен үшін сырымды бүгін ашайын. Ортаға Гүлназ атты анамды шақырамын. Құттықтау поэзиясы. Айналайын ботам деген сөзімен, қиындықтың талай шыңын жеңесін. Жанға сетек тек анаға сенесің,
Ана менен сөгер бақыт көбесін, ауырмасын асыл алтын аналар, жаратқаным аналарды демесін. Ақ жаулықты аналар қартаймасын, бақыттың нұры шалқып ортаймасын. Тілегі баласына қабыл болып, әр күні қуаныштан той-тойласын. Әсем қыздар, жайнаңдар гүл көктемдей, отбасыға қуаныш нұр төккендей, өздеріңмен көңіліміз жайма шуақ, айналаны құлпыртып бұлт еткендей. Шуағына бөлесін гүлді көктем, сәттеріңіз көп болсын бақыт еткен, ақ тілектер орындалып алла жар боп, күндеріңіз көп болсын нұрын төккен. Оқушыларыңыз сабақ беріп жүрген Сәкен анасымен. Қалам шеберлері нәзік жандар, хас сұлулығын шаруашылығына арқау етіп, бүкіл әлемге сұлулықты паш етеді. Ерке сылқым күйінің шығу тарихы жөнінде күйші Әбдімомын Желібай бір берген сұхбатында: ерке сылқымның әуенін тапқанша 20 жыл уақытым кетті. Қазақтың қыздары қандай әдемі, жүрісі, тұрысы, қылықтары қандай, еркеліктері де өздеріне жарасады. Бұл күй барша қазақ қыздарының образдарының жиынтығы. рахмет, оқушыларға да көп рахмет. Керемет қойылым болды, керемет әндер шырқалды, бақыт-бақтар, тілектер айтылды. Мұнда шексіз алғыс білдіреміз.
сол тек қана әрқашанда бәріміз күліп жайнап жүре берейік. Тек қана жақсылық тілеймін. Енді ұстаздар сіздерге келе жатқан мерекемен құттықтаймын. Көктемнің шуақты осындай күніндей жайнап, гүлдей болып жайнап жүре беріңіздер. Тек денсаулық тілеймін. Денсаулық болса бәрі болады. Сол тек қана барлықтарыңызды құттықтаймын. Қазақ қыздары, аналары, ақ жаулықты әжелері ежелден жер қорғап, билік тізгінін ұстағаны белгілі. Осы қасиет әлі де жалғасын табуда. Әр отбасында бала өсіріп, әр мемлекеттік істерге араласып жүрген, ұстаздық етуден жалықпай еңбек етіп жүрген ұстаздарымыз қандай құрметке болса да лайық. Ендеше құрметті көрермен, сіздерді мерекелеріңізбен тағы да құттықтай отыра, отбасыларыңызға береке бірлік, еңбектеріңізге толағай табыс, дендеріңізге саулық тілей келе, бүгінгі 8-ші наурызға арналған Арулар асыл жандар атты әдеби сазды сынып сағатымыз аяқталуға жақын. Ортаға ұстаздарға сөз берсем, балаларға тәрбие беріп жатырған сіздерге ұстаз ретінде мен алғысымды айтамын. Әрқашанда әрбір күндеріңіз осы мерекеде шуақты болсын. Әрқашанда осы бала тәрбиелеуге, осы алдарыңыздағы балалар ертең біздің болашағымыз, біздің елімізді көркейтетін, халқына қызмет ететін азаматтар болады. Осы балаларды білімді болса екен, тәрбиелі болса екен, әрқашанда өзінің ата-анасының жаңағы сенімін ақтап ұстаздар. Көктемнің осынау ең әдемі мейрамы әрқашанда шексіз мейірім мен ізгілік нұрын сыйласын сіздерге. Баянды бақыт тілейміз мектептің ұжымы, мектептің директоры Айман Жұмағалиевна Дүйсенованың атынан. Рұқсат етіңіздер. Сондықтан араларыңызда осылай бірлік, ынтымақ болсын, ата-аналармен балаларыңыздың тек қана сондай жақсылықтарын көріңіздер, білімді деген, тәрбиелі, өнерлі деген жан-жақты ертең балаларыңыздан қызығын көріп, осы 78-ші мектептен келіп шыққан Дәмел Төлеухан қызының оқушылары деген сияқты жақсы бағыттарға ие болып, соны ата-ана да мына мектеп ұжымында қуанатын болайық. Бұлар жайнап тұрған балалар көрініп тұр, жан-жақты екен, өнерлі екен, тамаша балалар. Сендерді одан мен үлкен көр жүремін, тамашасында өнерлісіңдер, бірліктесіңдер. Өйткені сендер ата-анамен Төлеухан қызы бірге болғандықтан сіздер де сыныптың ішінде бірлестікте жақсы жұмыс атқарасыздар. Енді мынау келе жатқан мерекеміз аналар қайырлы құтты болсын, ең бастысы денсаулық болсын, көргеніміз осындай қызық болсын, әр күніміз осындай жақсы көңілмен өтетін болсын, әр отбасында бүкіл әлем аналардың ақ сүтінен нәралған, бүкіл әлем аналардың үмітінен таралған. Әлем егер ана болмаса осылайша, туар меді жүрегімде биік мақсат, игі арман деп ақынымыз жырлағандай, мақтасақ бүгін аналарды мақтайық. Аналар туралы нақтылы сөздер. Ортада оқушыларым. Әлемнің сұлулары татымайды анамның күліп тұрған бейнесіне. Әкенің қамқорлығына таудан биік, ананың махаббатына теңізден терең. Ұстаз, анандай ұлы. Ананың махаббаты бұл сатқындықты күтуге болмайтын жалғыз махаббат. Ананың хақы, Құдайдың хақы. Нәзіктік атауын жиынтыр, ананың алақаны, сондықтан да бұл сәби үшін ең жылы. Ананың жұдырықтай жүрегінің әрбір лүпілі тек перзент деп соғады. Ұрпақтың өсіп өнгенін, өмірдің жалғасқанын қалайды. Ана жүрегі сонымен де құдіретті екен-ау. Атаның ұйықтысы бұл, ананың сүйіктісі бұл. Халқына қадірі арқан, мәртебесі биік кісі бұл. Мен сөрет салуды таудың бұлағынан, қойдың құлағынан, ешкінің мезінен анамның ойынан үйрендім. Отанымыздың игілігі жолында аянбай тер төгіп, елдің саяси, әлеуметтік, рухани өмірінде табысты еңбек етіп жүрсіздер. Адамды дүниеге келетін, өмір сыйлайтын, құдіретті алдында бәріміз де бас июге тиіспіз. Ақ сүтінен жаралған, ақ сүтінен нәралған, анаға біз бас иеміз. Туған жердің үні деп, ұстаз анаға бас иеміз.
болғанда біз әрқашан бала болып қала береміз. Арулардың махаббаты ізгары, шешілмеген жұмбақтай ғой бізге әлі. Қыз жібектей жаны сұлу, тым нәзік.